Алла тағала енді сіз бен бізге мынандай бір керемет әсем сөздер арқылы тәрбие береді. Өтпекші болған аяттарымызда бірнеше ақылға міндет болған, ойлануымыз керек болған дүниелер бар. Сол нәрселерге тоқталып кетейік. Алла тағала 73-ші аятында Нахл сүресін былай дейді: Алла тағаланы қойып, ешқандай рызық несібені аспандар мен жердегі еш нәрсеге еге бола алмаған затқа құлшылық қылады адамдар. Уәлә ястатиун, және олар еш нәрсені істей де алмайды дейді. Жоғарыда айтқанымыздай, негізі адам баласында неше түрлі инстинкт көп. Адам баласының сол инстинкттерінің біреуі құдайшылдық. Адам құдайды іздейді, өмір бақи. Тіпті оны қанша бір мен атеистпін, мен сондай бір ғылым білімге сүйенген адаммын дегеннің өзі басына бір сондай бір іс түскен кезінде ол бәрібір бір қандайда тылсым дүниені іздейді. Нақты нәрсе. Ол мысалы Құдайға қаншалықты ұзақпын өзін, мен өмір бақи институт оқығанмын, не дейді жаңалдегі сондай бір ғылыми адаммын деген адамның өзі, егер шынымен ақ ғылымды дұрыс оқыса, ол кісі Құдайды таниды. Егер дұрыс оқымағанның өзі, мысалы енді өзінше бір қандайда бір кісінің соңынан ердім, мен осындай ұстанам деген адамның өзі түбі Құдайды іздейді. Ол қалай десеңіз де, өзінің өйткені адамның күші жететін нәрсе жоқ бұл дүниеде. Көп нәрседе адам жаңалдегі алдына келген нәрсені пайдаланушы ғана. Адам өзінің ісін өзі жаратушы емес. Қалай айтса болады екен? Потребитель дейді ғой енді, былай айтқанда. Алла тағала оған бүкіл барлық дүниені жаратып тастаған. Ақ пен қараны, жақсылық пен жамандықты бәрін, соның ішіндегі нәрселерді ғана пайдаланады. Ал адам жоқтан, яғни мүлде еш нәрсе жоқ болған нәрседен бір нәрсені пайда қылып жарата алмайды ешқашан. Және де жер бетінде де дәл сондай. Ал енді Алла тағала сөзде бұл дүниедегі енді адам баласы өзі енді дүниеге жақындау, рызық несібесіз мұқтаж болғаннан кейін, рызық несібеге жақындау болғаннан кейін, осы жағынан мысал қылды ма, сіз бен бізге айтатыны, аспандар мен жердің ешқандай да бір, осы қанша аспан болса да, жердің қанша қай беті, қай бұрышы болса да, ішінен бірде бір рызық несібеге еге болмаған затқа жұрттар табынады дейді. Расында да адам баласы қанша Құдай іздесе де, кейбір адамдар адасқаннан отқа, суға, тау тасқа, не дейді, сондай бір бекерші нәрселерге табынып кетеді. Сондықтан Алла тағала осы мысалы келтіре отыра, өзінің рызық несібеде серігі жоқ екендігін, жалғыз рызық несібені беруші өзі екенін ескертеді. Және де егер сен біреуге құлшылық қылсаң, бір нәрсе сұрайсың ғой, адам болғасын, бекерден бекер емес, негізі бар ғой. Мынандай дүние бар. Дұға. Дұғаның түбінде расында да біздің мұқтаждығымыз бар. Біз қандай да адам болғаннан кейін бір іске мұқтажбыз. Дұғаның бірінші орны сіз бен бізге пенделігіміз, ол мұқтаждығымыз осы дүниедегі. Қандай бір іс болса да, бірінші Алладан сұрап, өзіміздің мұқтаждығымыз. Екінші, бұл дұға құлшылық емес па? Құлшылық болғаннан кейін, оны мұқтаждықсыз, бәлки құлшылық ретінде жасағанымыз абзалырақ. Яғни дұға жай ғана құлшылық ретінде де жасалынады екен. Яғни мысалы сіз ораза тұтасыз, мұқтаждықтан тұтасыз ба? Мысалы айтайық та, бір мұқтаждықтан емес қой, құлшылықтан істейміз. Намазды біз мұқтаждықтан орындамаймыз. Яғни біреу бізді зорламайды, немесе намаз оқысаңыз жай намаздың астынан ақша тауып алмайсың, мешітке келген сайын әрбір қадамның астынан тиын түсіп қалмайды. Ешкім ақша бермейді. Мүмкін керісінше сен намаз оқыған сайын мүмкін сен кедей болып қалуы мүмкін шығар. Ораза тұтқанда мүмкін денсаулығың бұзылып қалатын шығар. Қажылыққа барған кезде мүмкін шынымен ақ ақшадан проблема болып қалатын шығар. Қажылыққа барғанда денсаулығың проблема болып қалатын шығар. Садақа беріп жатсың, мақұл, садақа берген кезіңде мүмкін сен өзің тарығып тұрсаң да садақа беруге қажет болып қалар. Бірақ бұның барлығы түбінде құлшылық бұл.
Алла тағала Құран-ы Кәрімде «Құли амалу фәсәяраллаху амалакум» дейді. Жасаңдар, яғни амал жасаңдар. Алла тағала сендердің не істесеңдер де сол істеріңді көруші деді. Ендеше Аллах табарака ва тағала біздің барлық ісімізді көруші. Біз құлшылықты Аллаға солай жасаймыз. Оны көрмесек те, ол бізді көріп тұр ғой деген есебінде. Яғни ихсанменен жасаймыз. Енді осы құлшылықтың ішінде Алла тағала себептерінің біреуін айтады ғой. Рызық несібеңді беруші де Алла ғой дейді. Ал біреулер құлшылық қылады, бірақ рызық несібе ешқандай да алмайды дейді. Осы рызық несібеменен құлшылық, осы екеуінің арасында бір қызық байланыс бар. Төмен қарай соны талдап өтейік. Фәлә тадрибу лиллахил әмсәл. Алла тағала сөзін жалғап мысалдар туралы айтады. Аллаға теңеу жасамаңдар дейді. Яғни Алланы бір нәрсемен теңестіруге болмайды екен. Өйткені теңестіру үшін арасында ұқсастық болу керек қой. Ал Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтады: «Ләйсә камислихи шәй». Аллаға ұқсайтын еш нәрсе жоқ дейді. Біздің біліміміз де сол ғой, байқайсыздар ма? Адамның білімі сондай бір қызық дүние. Біз ойлаймыз ғой, бір бәрін білеміз, мен оқып қойдым, пәлен институт тауыстым, түген кітап оқып шыққанмын деген адамның өзін алып келіп қойыңызшы. Сөйтіп сол кісінің білімін салыстырыңызшы. Ол кісі өзінің білімін бір нәрсеге ұқсатады, міндетті түрде да. Егер ол еш нәрсеге ұқсамайтын болса, ол білім. Ол адам сол жерде ешкім болмай қалады. Мен оны мысалы өз басымнан көрдім. Коучинг деген білімді оқып көрейші дедім да. Енді анау коучты түсіндіріп атқан адам қанша сабақ беріп атыр да, бірақ соның айтқан сабағын мен бір нәрсеге ұқсатпасам, отыра алмадым ше, сол жерде. Сол ұстаздан мен ескерту алғанға дейін. Ескертуі де әдемі болды. Мынандай болды ғой мысалы. Ол мынандай ма деп сұрайым. Сабақ беріп атқан тағы мынандай ма? Сосын айтады: сіз дейді сабақта отырсыз ба өзі дейді да, менімен біргесіз ба дейді. Яғни ол кісі сабақ айтып атыр, түсіндіріп атыр, бірақ мен оны айтқан сөздерін бір нәрсеге ұқсатып қиялдап жүрмін да. Ол айтады да: сіз еш нәрсеге ұқсатпастан өзін үйреніңізші дейді. Мысал айтайыншы, мен тағы да мысал. Атқа мінбеген адам, жасы үлкейгенге дейін атқа мінбеген адам бар ғой, атқа мінгізсеңіз не болады? Жомарт Қарекең айтып береді да, бір досымды ертіп бардым дейді да, жаңа ат мінуге дейді. Жаңағыдай мінгіздім дейді. Өмір атқа мінбеген ғой дейді. Мініп келе жатады, ана ат бұрылғанға дейін дейді да, ат бұрылады, қарыммен құлайды дейді да. Көмпет ағалады дейді. Қайта мінгізеді. Неге да? Өйткені ол жаңадан мініп атыр да, ол бір нәрсеге ұқсатқысы келеді, сосын тырысады. Анау аттың келе жатқаныменен денесін бос ұстамайды. Ал енді баланы қараңыз. Сіз кішкентай сәбиіңізді беліңізге отырғызып та, үйге барғанда кішкентай сәбиіңіз арқаңызға отырғызып та жүріп көріңізші, ол өзін еркін ұстайды. Ол сізге сенеді және еркін ұстайды. Сіздің қай жаққа бұрылып атқаныңызға қарай өзін еркін ұстап отырып, сіздің үстіңізден құламай отыра алады. Неге? Өйткені ол өзін еркін ұстайды. Тағы да мысал айтам. Ғалымдар мынандай тәжірибе қылыпты. Суда кім ұзақ уақыт демалмай тұра алады деп. Не істесе? Сөйтсе, бірнеше адам суға лақтырған ғой енді. Өзін бос ұстаған адам екен ғой суда тыныш тұра алатын. Сіз суға тырысасыз ба, батасыз? Мен оны өз басымнан көрем теңізге түскен уақытымда. Енді суға біраз болды түспегеніме, ортада жылдап уақыт өтеді. Сөйтем да теңізге барып суға түсем ғой. Түссем болды да, бір 5 минут, 10 минуттан артық күшім жетпейді, өліп талықсайым ғой. Екі қол, екі аяғым істен шығады ғой. Сосын судың жағасында отырып ойландым ше. Өзіме сұрақ қойдым: мен неге шаршап бара жатсың? Адам суға демалуға келеді ғой, шаршауға емес. Сен неге бір өкпең өшіп бара жатыр деймін. Сөйтсем мен тырысады екенмін ғой, суға түсіп аламын да, осы
сөйтсем қолым ағаш, аяғым ағаш, кәдімгі тырысам да, сосын шаршаймын. Содан кейін екінші рет әбден демалып алғасын суға түстім да, өзімді еркін ұстадым ше. Өзім тастадым. Содан кейін барып демалуды үйрендім ғой. Демалу дегенде енді тыныстауды емес, демалуды. Суға түссем рахат алдым сосын. Жаттым, шаршамадым. Ана жерде 1 сағат жаттым суда ше. Бірақ шаршаған жоқпын. Жүздім, жүзуден жүзіп бара жатсаң, қол аяғың талса, суға тастай саласың өзің. Су сені батырмай тұрады. Яғни адам қашан еркін өзін бос ұстайды, тырыспайды, сол уақытта тез адаптация болады, тез үйренеді. Сол үшін де мына өмірде біз стресске түсетініміз де содан. Яғни басыңызға ұқсамайтын бір проблема келсе, біз тырысамыз. Тырыстың ба, сен шаршадың. Бос ұстау керек. Тез адаптация болады, тез үйренесіз. Барлық нәрсеге тез келесіз. Мен ұқсамайтын нәрсе туралы мысал қылдым. Бұл өмірде сізге бір қандайда бір жағдай душар болсаңыз, бір басыңызға жағдай келсе, ол жағдайды бір нәрсеге ұқсатпаңыз. Сізге бірінші менен бір кеңес, бір психологиялық кеңес деп біліңізші. Басыңызға бір стресс келсе, сол стрессті бір нәрсеге ұқсатпаңыз. Ұқсаттың ба, сен жаңылдың. Жаңылдың. Өйткені сол әрбір сізге келген нәрсе өзі жеке қабылдай біліңіз. Сонда тез үйренесіз, тез жеңесіз, және еркін қимылдауды үйренесіз. Ал білім бұл өмірде де солай үйреніледі. Сіз білім үйренгіңіз келе ме? Мысалы, бір адам Құран үйренгісі келеді. Сол үлкен адамдар неге Құран үйренген кезде қиналады? Үлкен адамдарға сабақ берсең қиналады. Жас адамға сабақ берсең тез үйренеді. Неге? Өйткені көп адамдар ойлайды, жас адамның миы күшті, анау үлкен адам миы қатып қалған дейді. Енді білмеймін енді. Егер сол рас болатын болса, пайғамбарымыз бүкіл әлемнің, екі дүниенің сардары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, бесіктен қабірге шейін білім үйрен деп айтпайтын еді. Жастық жағында оқып ал, қартайғанда жүресің деп айтатын еді. Қартайғанда да білім оқы деп айтып кетті. Пайғамбарымыздың біраз сахабалары Құранды 40-тан кейін, 60-тан кейін жаттады. Қари болды. Ал енді неге үлкендер сабақ үйрене алмайды? Себебі бір нәрсеге ұқсатқыңыз келеді. Сосын тырысасыз. Ал кішкентай бала қалай тез үйренеді? Ол тырыспайды. Ана ұстаздың не айтты, соны қайталай береді. Өзін еркін жібереді. Ұстаздың артынан ереді. Ұстаз қалай көрсетеді, соны ала береді ол. Ол ар жағында ойы болмайды. Біздің миымызды аштыратын нәрсе не? Біздің ар жағымызда тағы ақылшымыз тұрады, данышпаныңыз тұрады ар жағында. Сізге біреу Құран үйретіп жатыр. Сіз ар жағыңызда данышпаныңыз тұрады ар жағында. Давай, ана үйренген нәрсең неге ұқсайды? Оны қай полкаға салам? Ар жаққа ма, бер жаққа ма? Ей, сен полкаға өзі түсет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қандай керемет аят түсті, білесіз ба? Ол аятты Құран-ы Кәримде неге айтып жат күйінде қалды, білесіз ба? Жәбірейіл алейхиссалам айтуына болар еді ғой, сол күйі үндемей. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құран түсетін да, соны ұмыт қалмайшы деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайталайтын. Құран түседі, ол кісі қайталайды. Құран түседі, қайталайды. Сонда Алла тағала айтты: «Вәлә тастажил лисанака литаджала бих». Сен асығып менің артымнан Құранды қайталамай-ақ қой дейді. Біз саған оқытамыз, көкірегіңе саламыз, уайымдама дейді. Бірақ осы нәрсені бар ғой, пайғамбарымызға Құранға түсіріп, біз қияметке шейін оқитын қылмаса болар еді ғой. Жай ғана уахи қылып, немесе Жәбірейіл келіп, сен денеңді бос ұстап тұр, ол денені бос ұстауды ше, ең бірінші аяттақ үйреніп алды о кісі. Ең бірінші аят қалай түсті? Иқра деп түсті, оқы деді. Енді сол кезді мен бір айта кетейінші тез-тез.
қараңғы үңгір. Бір бейтаныс адам келді да, қапсырып құшақтап алды. Қорқасың ғой. Мен бұмен төбелесем ба, күресем ба? Қандай заман ол, Бұл кім, неге құшақтайды мені? Сөйтті да оқы деді. Оқы дейін десең, алдыңда қағаз жоқ. Мен оқуды білмеймін дейді. Тағы қысты да оқы дейді. Не оқимын дегендей қылады ғой мен. Не оқимын? Мә ақыра. Мә әна биқариин дейді. Мен оқи білмеймін. Не оқимын мен? Сосын барып, үшінші рет оқы деп қысқанда барып түсінді да. Ол айтады, мен қайталаймын. Тырысудың қажеті жоқ та. Құранның аяты солай түсті. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 5 аят сосын барып түсті. Ал бірақ біз сол Иқра деген сүрені оқыған кезде бірінші рет Иқраны 3 мәрте айтамыз ба? Жоқ, бір-ақ рет оқимыз. Иқра бисми раббикаллази халақ деп кетемін. Әлде біреулеріңіз сөйтіп оқисыздар ма? Иқра бисми раббикаллази деп оқисыздар ма? Жоқ. Өйтіп оқылмады. Аяттың өзі сөйтті, бірақ анау кісі тырысып баратқаннан кейін оқы деген сөздер ол Құранның аяты емес еді. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бұйрық еді. Егер ол Құранның аяты болғанда, ол бізге оқылуы керек еді. Түсінікті ғой, Қалай болса да оқылуымыз керек еді. Біз оқымаймыз ба? Пайғамбар оқуға бұйырмады ма? Ендеше ол Құранның аяттары емес. Ол пайғамбарымызға денеңді боста деген бұйрық еді. Саған жаңадан білім келді. Тырыспа. Тағы да оған ұқсайтын жоғарыда аят түсті. Сен тіліңді асықтырма. Көкейіңі біз сап қоямыз деді. Ол Құрани Кәримді Алла тағала пайғамбарымызға жаттатуы, оны сақтатуы өзінің мойнына алды, жақсы. Бірақ түптің түбінде Құранның өзі, қанша осы қарилардан сұраңыздаршы, сенің аузыңа Құранды кім алып келеді деп. Егер мен оны өзім шығарам десе, ол сауатсыз адам. Тіпті ол иманын дұрыстасын. Ол Құдайға деген жақын адам емес ол. Шын Құранды жаттаған адам айтады, мені Алла тағала аузыма нәсіп қылған нәрсені оқимын дейді. Өйткені қанша адамды көрген мен. Судырап тұрған қарилар оқы деген кезде оқи алмайды. Аузына бір аят түспеген адамдар болған. Неге? Өйткені оны салатын сізге Алла тағала. Уайымдамау керек, қысылмау керек. Бұның бәрін қайда айтқым келеді, құрметті жақсылар? Сіз жаңа білім, жаңа нәрсе үйренсеңіз, оны үйренгіңіз келсе тырыспаңыз да, қысылмаңыз да. Ұстаздың артынан еріңіз. Сіз егер оқуыңыз дұрыс болмай жатса, біліңіз, сіз ортада тырысып қалдыңыз бір нәрседе. Бос ұстап, ұстаздың артынан еруді үйреніңіз. Енді сөзді жалғастырайық. Уадарабаллаху фәлә тадрибу лиллахил амсал. Аллаға ұқсайтын зат жоқ деді. Бұл дүниеде енді қандай білім болса да біз ұқсатамыз. Бізді сөйтіп үйретіп қойған. Мысалы, сізге бір танымайтын бір затты түсіндіріп жатыр. Мысалы, сізге антресоль деген затты айтса. Енді біреу білмейді. Не зат ол дейді? Сіз жастарға айтсаңыз. Не зат ол дейді? Жейміз ба, ішеміз ба дейді. Сосын оны түсіндіресің ғой. Ол жиһаз, жиһаз, үйдің жиһазы, мебель. Оның ішіне зат салады. Шкаф десейші дейді. Жоқ, ол шкафты емес. Шкафтың аты шкаф, антресольдің аты антресоль ол негіз. Екеуі екі түрлі дүние. Өйткені оның құрылысы бөлек, ананың құрылысы бөлек. Шындап келгенде да. Бірақ негізі шкаф тұқымдас зат та ол енді, былай айтқанда. Бірақ танымайтын адамға сөйтіп түсіндіресіз. Бір нәрсеге ұқсатасыз. Дәл сол сияқты бұл әлемнің барлығы сондай. Біріне ұқсатып отырып айтамыз. Мысал айтайық.
Апельсин тәтті ма? Тәтті. Ал енді ұқсатыңызшы. Ойланасыз ғой, қышқылтым, тәттілеу. Тәтті дегенде алмада тәтті ғой, алмаға ұқсай ма? Жоқ, ұқсамайды дейсіз. Енді тәтті болғанда не, балға ұқсай ма? Жоқ, балға да ұқсамайды. Ол қалай? Алып келесіз, цитрустық дәмі бар, ол дәмнің атын қоясыз, ат қойылады оған. Яғни бұл дүниедегі қандай сөз болса, сол сөздің символы болады. Қандай нәрсе болса, оның ұқсасы болады. Бірақ, бауырлар, бұның бәрін мысал қылғанда бірақ нәрсені айтқым келеді. Алла табарака ва тағаланың бұл дүниеде ұқсасы жоқ. Сондықтан, біз оны ұқсата алмаймыз. Құранда сол үшін бізге бұйрық бар. Фәлә тадрибу лиллахил амсал. Алла тағалаға ешқандай да теңеулер келтірмеңіз. Инналлаха я'ламу. Алла тағала бәрін білу үшін. Ва антум ла та'ламун. Алла сендер еш нәрсені білмейсіңдер. Өйткені бір нәрсені бір нәрсеге ұқсату үшін білім керек қой, түсінесіз ба? Оны дұрыс қылып тігісін жатқызып түсіндіру үшін де білім керек. Тілмен де жеткізе білу керек, ол да білімді білдіреді. Сол үшін оның бәрін неге айтпақшы, қызығын айтайыншы. Алла тағала бар ғой, бізге мысал келтірмекші ол. Мысал айтпақшы да оны. Алла тағалаға мысал айтпай ақ қойыңдар. Дәм мәмлук وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ فِيهِ سِرًّا وَجَهْرًا. Алла тағала айтады: Дарабаллаху мәсәлән. Бір мысалды сіздерге Алла тағала келтіріп жатыр. Абдан, бір құлды, мәмлукан, біреудің егелігінде. Ла яқдиру аля шай. Еш нәрсе қолынан келмейді. Құлда біреуге құл, ал ол құлдың егесінің қолынан дым келмейді. Түсінесіз ба? Құлдың құлы да. Мысал ғой. Құлдың құлы. Уәмән, және сондай бір адам бар дейді. Разақнаху минна ризқан хасана. Және біз тараптан оған рызық несібе беріп қойған бір құлды мысал келтірсек. Фахуа юнфиқу минху. Оның біздің берген рызық несібемізден сирра ва жахра. Сыр менен, жасырын да, әшкере де ол кісі рызық несібесін шашып жатыр. Жан жаққа беріп жатыр. Хәл ястауан. Екеуі бір-біріне ұқсай ма? Әлхамдулилля, Құдайға шүкір болсын, бір-біріне ұқсамайды олар. Бәл әктәрухум ла я'ламун. Көпшілігін білмейсіңдер. Енді мысал түсіндіріп берейін. Екі құлды Алла тағала мысал қылмақшы. Біреуі Құдайды адастырып алып, бұтқа табынған адам ғой. Оның табынып атқан Құдайының қолынан дым келмейді. Оған сыйынушы адамның да қолынан дым келмейді. Екі құлда былай айтқанда, құлдың құлы. Сол адам қалай? Және менің құлым қалай деп тұр да, мен оған рызық несібені төбесінен беріп қойсам. Екеуі тең ба? Бөлек қой. Өйткені жоғарда мысалым бар, естеріңізде ма? Сендерге рызық несібені бере алмайтындарға табынып жүрсіңдер ғой деген сөзі бар. Табыну менен рызық несібенің арасындағы байланыс. Білесіздер ма? Рызық деп Құдайдың берген сіздің біздің мұқтаждығымызды жапқан нәрсесін бәрі рызық болады. Бүкіл барлық нәрсеміздің жапқанның барлығы рызық болады. Мұқтаждығымыз жапқан. Сізге не керек? Киім-кешек керек. Кім берді? Түбі. Аға, бауыр, ата-ана, дос-жаран, жұмыс, тыныс, су, ауа, тіршілік, үй, ауа райы, білмеймін. Жан-жағыңыздағы барлық нәрселер.
бұл қолмен ұстайтын дүниелерде, қолмен ұстамайтын рызық несібелерде бар, білесіз ба? Адам қолмен ұстамайтын да рызық несібелер бар. Мысалы, түрлі сезімдер. Қуаныш, қайғы, бақыт. Бұның бәрі сезім. Бұның бәрі адамның хал күйі. Сол хал күйге біз түрлі себептермен түсеміз. Енді мысал айтқым келеді. Құрметті жақсылар. Бұл өмір сондай қылып орналасқан, сондай қылып ұйымдастырылған. Бұл дүниеде қолмен ұстауға болмайтын заттар бар, және қолмен ұстайтын заттар бар. Және де екеуінің арасында бір тығыз байланыс бар. Мысалы, біз ақша жинаймыз, дүние жинаймыз. Не үшін жинаймыз? Айтыңызшы, шындап келгенде себептері бар ғой. Ақша не үшін керек, айтыңыздаршы. Мысалы, бір зат алу үшін. Ол зат не үшін керек сізге? Ау? Қолданыс. Қолданыс деген не нәрсе? Мысалы айтайық, нақтырақ айтайықшы. Ақша, машина алуға керек дейік. Машина не үшін керек? Сізге қызмет ету керек. Дұрыс па? Тек қана қызметке сатып аласыз ба машинаны? Шындап айтыңызшы. Ешкім машинаның реңіне, түріне қарамастан ала салмайды. Ішкі качествосына қарап алмайды. Дұрыс па? Қаражатыңыз бар болса, шамаңыз жеткенге шейін қолыңыз созасыз. Ақшаның нәрсесі сол ғой. Шындап келгенде, ақша арқылы біз эмоция, сезім, атақ, сенімділік, өз-өзімізге сенімділік, уверенность. Тағы не? Сондай нәрселер алғымыз келеді да. Өйткені, мысалы, ақшаң болса, астыңда майбақ машинаң болса, қалай жүресің? Сенімді боласың, сөзің қалай болады? Өзің қалай боласың? Қандай ол сезім ғой, дұрыс па? Оның бәрі сезім ғой. Қолмен ұстала ма? Қолмен ұсталмайтын нәрсені, бірақ қолмен ұстайтын нәрсемен алғымыз келеді. Байқайсыз ба? Және керісінше, қолмен ұсталмайтын заттар бар да. Алла тағала қолмен ұсталатын зат береді соның орнына. Мысалы, дұға. Дұға қолмен ұстала ма? Ұсталынбайды ғой ол, дұрыс па? Ол айтылады. Сөз ұстала ма сөз? Ұсталынбайды. Бірақ сұрасаңыз Құдай береді ғой. Жоқ, мүлде бермеген адам бар ма екен? Бар ма сондай адам? Мен қанша сұрадым, вообще жоқ, Құдай маған берген емес деген адам бар ма? Дұға береді. Ол анық нәрсе. Оны біз адамбыз ғой, бірақ ұмытып кетеміз да. Сол кезде уа дейміз. Сол кезде қуанамыз да. Сәлден кейін не болады? Ұмытып кетеміз да. Тағы да берге көшеміз. Бермей қойса ренжиміз тағы. Сондаймыз ғой. Бірақ сондай қызық бұл дүниеде байланыс бар да. Мысал айтайық. Біз тірі адам не үшін үйленесіз? Бір, мысалы, жігіт келіншекті не үшін іздейді? Махаббат үшін. Дұрыс па? Сезім ғой бәрібір. Сезім қолмен ұстала ма? Негізі ұсталынбайды. Бірақ келіншегіңіз ұсталады қолмен да. Зат ол. Зат қой, адам ғой. Оғанда, мысалы, әйел кісі еркекті неге іздейді? Не үшін іздейді? Құрашейін бала тууға ма? Үйлі жайлы болуға ма? Ондай болса неге әйтеуір біреуге тиісе алмайды? Таңдайды, дұрыс, бәр адам таңдайды. Шамасы жеткенше түріне, ата-анасына, жан-жағына қарайсыз. Өйткені сол заттың артында тағы сіздің қалауыңыз бар. Ол қалауыңыз қолмен ұсталуы мүмкін, қолмен ұсталмауы мүмкін. Бұл дүние сондай қызық дүние да. Құлшылық пен рызықтың арасы да сондай нәрсе. Рызық несібенің барлығы қолмен ұсталатын да, ұсталмайтын да болады. Құлшылық та сондай екен. Қолмен ұсталатын құлшылықтар бар екен. Мысалы, садақа беру қолмен ұсталады. Ақшамен есептеледі, зекет, бір энная суммада, тіпті сан бар да, пәлен теңге, өткен санайсыз да оны.
Сіздің ақшаңыз, мысалы, қойыңыз 40-қа жетсе, 40 қойдан бір қой сен бересің садақа. Қой зат, беріп атқаның зат. Бірақ не аласыз? Зат аласыз ба? Зат алмайсыз. Ана қойыңа береке келеді. Жүрегіңді ашкөздіктен тазалайсың. Өзіңді күнәдан тазалайсың. Алдыңда келе жатқан бәле-жәледен тазалайсың өзіңді. Ұсталынбайтын затты бір қойға аласың. Және керісінше, алдыңызда келе жатқан проблемалар бар. Ауру, немесе бір қандай да бір проблема. Сіз қолыңызды жайып дұға қыласыз. Сол проблемалар қолмен ұсталатын зат болса да шешіледі. Қызық дүние. Құлшылық пен рызықтың арасы да сондай. Алла тағала екеуін теңестіріп тұрған жоқ. Яғни мен саған тамақ берем, сен маған намаз оқы деген жоқ. Және керісінше, намаз оқыған адам тамағын табады деген жоқ. Сол үшін мына жердегі аятта көп адам ойлайды. Екі құлды мысал келтірді дейді Алла тағала. Бір құл бар дейді. Өзі құлдың құлы дейді. Қолынан дым келмейтіннің құлы дейді. Екінші құл бар дейді. Біз оған рызық несібе беріп тастаған, және ол садақа беріп жүр дейді. Берген несібемізден дейді. Құлшылық ғибадат қылып жүр да. Рызықты берді оған Алла. Ол құлшылық қылып жүр. Құлшылық пенен рызықтың арасында бір байланыс бар екен. Сізге берген Алланың рызқы, ол ғибадат, әрі сізге берген несібе бар ғой, соны ғибадатқа айналдырсаңыз болады екен да. Сізге не нәрсе берді? Алла тағала не нәрсе берді? Ақша берді. Жақсы, сіз ақшаны Алланың жолында жұмсасаңыз, ғибадат болды. Алла тағала сізге күш-қуат берді. Сіз күш-қуатты адамдарға жәрдем беріп, жаңағы қиналғанға күш-қуат болып, соған қамқор болсаңыз, мысалы жетімнің басын сипасаңыз, зәбір көріп атқанға қорған болсаңыз, Алла тағала сізге сол күш-қуатыңызды қолданғаныңызға, біреуге қорған болғаныңызға, еліңізді қорғап, жеріңізді қорғағаныңызға сауап береді. Сол үшін айтады ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, екі көз дейді, дозақ оған харам болады дейді, екі көзге дейді. Біреуі түніменен халықтың тыныштығын күзетіп шыққан көз дейді. Біреуі сол еліне бір жақсылық жасап берейші деп түнімен ұйықтамай білім іздеген көз дейді. Екі көзде бір амал жасап жатыр, көздің амалын жасап жатыр. Алла тағала оған несібе беріп жатыр, рызық беріп жатыр. Сіз ғибадат қылсаңыз ше, Алла тағала сізге рызық береді екен. Бірақ ол рызық міндетті түрде ақша болмайды. Одан жоғары рызық бар. Ең биік рызық несібе білесіз ба не? Жәннат емес па? Алланың алдында отырған сұхбат емес па? Шындап келгендегі бақыт та сол емес па? Айтыңызшы, жер бетіндегі қанша рызық несібе болса, үлкен ғалымдарда сондай сөз қалады екен. Я Аллахым, мені өзіңнің жамалыңнан махрұм қылма дейді екен. Яғни, Раббым саған назар салудан мені махрұм қоймашы дейді екен. Алланы берген несібелерінің ең үлкені сол емес па? Жәннат. Ендеше, ғибадат пенен рызықтың арасында байланыс бар. Біз пайда күнемдік үшін намаз оқымаймыз, менің айтқым келетіні. Пайда күнемдік үшін құлшылық ғибадат қылмаңыз. Сіз құлшылықты жасаңыз, пенделік жағынан ғана. Алла тағала сізге бермей қоймайды. Ваябудуна ма ла ямлику ризқон дегені сол. Аспандар менен жерде ешқандай да саған берешегі жоққа сен неге құлшылық етесің дейді ғой. Сен сонша құлшылық етіп пейнет қылсаң саған бере де алмайды дейді. Мәнін түсіндіңіздер деп ойлаймын жоғарыдағы аяттың. Алла тағаланың қазіргі келтіріп атқан мысалы соны шешіп беріп жатыр. Яғни сондай бір адамдар бар дейді. Құдай оған беретінін бере алмайды ол өзі дейді. Ол өзі еш нәрсе бере алмайды.
бірақ соған табынасың. Неге табынасың оған дейді. Саған ол бере алмайды ғой еш нәрсені. Сенің сұрағаның емес, сұрамай-ақ беретін Алла тағаламыз бар емес па? Сұрамай-ақ беретін. Айтыңызшы, Алла тағала сіз бен бізге сұрамай берген нәрсесі көп па? Сұраған нәрсеміз көп па? Көп адам ойлайды, менің сұрағаным көп деп. Сұрағаныңыз көп болатын болса ше, мен есімде да, осы жақында, осы бір ай, екі ай енді болып жатыр ау деймін. Қажылыққа бардық. Арафат тауында тұрмыз. Адамдарға айттым да, халайық сұрайтын жерде тұрмыз. Ал тоқтамай сұраңдар дедім ғой. Біреудің күші 10 минутқа жетті. Біреу ұзағымен 1 сағатқа жетті. Одан кейін ұйықтады олар. Амал жоқ, уағыз айттық қой. Арафатта уағыз керегі жоқ та, негізі ше, адамдарға керегі жоқ та. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өйткені Арафатқа келіп, уағыз айтып түсіндірген. Сөйтіп түсіндіріп алды да, Арафат тауының ішіне кіріп кетіп, кешке шейін қолын жайған күйі тұрған ғой, песінді оқылағаннан кейін. Песін намазын асырмен қосып оқып алады да, күн батқанға шейін, енді кем дегенде 2,5-3 сағат ол кісі дұға қылды. Бұл енді кем деп айтып жатырмын, кемітіп айтып жатырмын. Бірақ ол одан сәл ұзағырақ. 5 сағат шамасында болады. 5 сағаттай тоқтамай дұға қылып сұрай аласыз ба? Көп адамдікі таусылып қалады. Көп адамдікі қайталанып кетеді. Ал Алла тағаланың бергенін жазайықшы. Көз, оң көз, сол көз, әрбір дем шығарғаның, әрбір дем, ойлаңызшы, сіз қанша рет дем алып қойдыңыз қазірдің өзі, 1 сағаттың ішінде, жарты сағаттың ішінде, қанша рет дем алып дем шығарып тастадыңыз? Сіз егер мысалы бір дем аламайтында, кеше коронавирус кезінде бір дем алып, деп айту үшін адамдар қандай мұқтаж болды соған? Соны мысал қылып айтты ғой, білесіздер ма? Ол мысал сол күйінде қалды. Осы коронавирустың кезінде бір үлкен кісі больницаға жатқан ғой, емделіп шыққан, шығып атқан кезінде дәрігер ол кісіге чек жазып жатыр дейді да. Кешіріңіз, осы жерде күніге сіз біздің анау газ баллонды пайдаланғаныңыз үшін, ауа аппаратында жатқан ғой, пәлен күн жаттыңыз, сол күніге пайдаланғаныңызға $6,000 төлейсіз деген ғой. Сөйтсе әлгі кісі жылаған ғой. Сөйтсе рахым қылып, жасы үлкен кісі, ол ақшаны таба алмайды, айтыпты да, сіз қиналып жатсыз ба ақша табуға, біз ұзағырақ күтейік, банкіге барыңыз, немесе қайырымдылық қорлардың менде телефон нөмірлері бар, соларға телефон соғып көреміз ба, қалай қыламыз депті да. Сөйтсе, жоқ, менің қаражатым бар депті, менің ақшам бар төлейтін, мен жылағаным депті, жасым осы 70-80-ге келді депті да. Осы жасқа шейін менің демалғаныма ақша сұрамаған Құдайға жылап жатырмын деген екен. Осы жасқа шейін менен ақша сұрамады ғой депті. Сендер менің 3-4 күн жатқаныма дереу сыпырып алып жатсыңдар. Адамбыз ғой өйткені. Алла тағаланың бізді сұратпай берген заты көп қой. Біз кейде соны ұмытамыз. Сол үшін айтам, құрметті бауырлар, аспандар мен жерде еш қандайда рызық несібе бере алмайтын біреулер бір бұтқа, отқа, болмағыр нәрселерге табынады. Жын шайтанға табынады. Есіңізді жинаңыз. Бүкіл әлем кімнің қолында? Рызық несібе кімнің қолында? Сізді бұл әлемге алып келген, сіздің көптеген проблемаларыңызды сізге айтқызбай-ақ жоқ қылып шешіп беріп жатқан Алла тағалаға қанша шүкір айтсақ та жарасады ғой. Сол мысалды әдейі Алла тағала осы рызық несібе мен құлшылық ғибадаттың арасында келтірді. Осы отырғаныңызда бір ойланып көріңіз. Бәріміз тіршілік іздейміз. Ақша іздейміз, бір тиын тапсақ дейміз, соның артында жүреміз. Адамбыз ғой, Бірақ біліңіз, Алла тағала сіз бен бізден рызық несібе сұрамайды.
Ла нас'алука ризқан. Не деп айтады аяттың жалғасында? Нахну нарзуқук дейді. Біз сендерден рызық несібе сұрамаймыз дейді. Біз саған береміз дейді. Қызық, ей пендем дейді, маған құлшылық қылшы дейді. Және құлшылығыңа ақша сұрамайым дейді. Біз береміз дейді да тағы. Одан мейірімді, кең, жомарт зат бар ма екен? Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Я илахым Раббым, үлкен де кіші де күнәларымызды кешір, дер сырқат науқастарымызға шипа бер. Дүниеден өткендерімізді жарылға. Раббым Аллахым, қандай да бір қателік қылсақ, қандай да бір күнә жасасақ, өзіміздің ақымақтығымыздан, надандығымыздан жасадық. Саған деген дұшпандығымыздан, кәпірлігімізден жасамадық. Раббым Аллахым, алдыңа қолымызды жаяды екенбіз. Біздің білетін де, білмейтін де, үлкен де, кіші де барлық күнәмізді анадан жаңа туылғандай кешіргейсін. Раббым Аллахым, сенің есігінен басқа қағатын есігіміз жоқ. Сенің мейіріміңнен басқа мұқтаж болатын мейірім жоқ. Раббым Аллахым, сенің хидаятыңнан, сенің бергеніңнен артық беретін ешкім жоқ жер бетінде. Раббым Аллахым, теңің жоқ, мұңсызсың. Мұңы бар, теңі көп, мұқтаждығы саннан, мыңнан асатын бейшараларға бізге рахым қылғайсың. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва алейхи ва саллям.